Мен бала кезімнен саяхаттауды армандаймын. Луврды көргім келеді. Астана, Нью-Йорк, Жапонияда ғибадатханалар. Иә, бірақ әзірде бізде паспорт та жоқ. Ата-анамыз жалғыз жібере қоймайды. Дәл солай. Ақшамыз болса да жасымыз әлі жетпейді. Бірақ бір мүмкіндік бар сияқты. Веркозенберген. Соның көмегімен кез келген жерге барып көре аламыз. Бұл шынайы саяхатқа алғашқы қадам. Шын айтасың ба? Бұл виртуалды болса да, арманға жетудің бұрынғы жолы ғой. Тіпті осындай армандар орындалу үшін де жоспарлай білуді үйрену керек. Менде 2000 теңге бар. Егер ақшаны босқа шашпасам, анам қылтып пұл береді. Мен жазда тәтемнің дүкенде сәл көмек беріп жүрдім. Сәл ақша жинап үлгердім. Бәрін бірден емес, біртіндеп жинауға болады. Я, енді бастысы ақшаны босқа шашпау. Бұрында чипсы, газировка, ойынға кететін. Енді тек маңызды нәрселерге жинаймыз. Жасөспірімнің табысы тек қалта пұл емес, ол түрлі шығармашылық көмек идеялар. Олар 50-30-20 қағидасымен танысты. 50% қажеттіліктерге, 30% қалаған заттарына, 20% жинаққа. Егер әр апта сайын 20% жинасақ, бұл жай ғана үнемдеу емес, тұрақты жүйе болады. Я, сәл қосымша жұмыс болса, арманымызға тезірек жетеміз. Мен кестені телефонда жүргізем, а сен блокнотқа жаз. VR көзілдірік 170 мың теңге. Мақсат қойылды. Бұрын ештеңке өзгермейтін сияқты көрінетін. Енді әр күн сайын арманға бір қадам жақынбыз. О, Лувр, Астана, Нью-Йорк, Бәйтерек. VR жай ғана ойын емес, бұл әлемді көрудің жолы. Өскенше осылай бастаймыз. Жасың қаншада болса да жоспарлай білсең, арманға жақындайсың. Жеке бюджетіңді басқар, арманыңды жүзеге асыр.